Мереке құтты болсын. Бар өнерімізді, бар күшімізді халқымыз үшін, еліміз, жеріміз үшін арнаймыз, аямаймыз. Қымбатты қазақстандықтар, ата-бабамыз армандаған 86 жылы қазақ жастары алаңға шығып, сол кездегі одақ шеңберінде бірінші болып тәуелсіздіктің байрағын көтерген жастардың ұмтылысы, сол жастардың тәуелсіздікке деген құлшынысы, сол алаңда төгілген қан ешқашанда ұмытылмау керек деп білем. Тәуелсіздігіміз тегеурінді болсын деп тілеймін. Әр қазақтың шаңырағында дәл осы ұғым, биік ұғым болып қалыптасу керек. Келе жатқан мереке құтты болсын. Әр отбасына береке, бақ, тыныштық тілеймін.